Далин жарыстың бірінші ракеткасын жеңіп жартылай финалға шықты. Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 17-ші ракеткасы. Жерлесіміз ширек финалда сербиялық Александра Круничпен бірге чехиялық Катерина Синякова, америкалық Тейлор Тауненсендке қарсы келді. Бірінші партияда қазақстандық сербиялық дуэт 7-5 есебімен басым түсті. Екінші сетте қарсыластар қарымта қайтарды. Үшінші шешуші партияда Данилина Крунич 6-2 есебімен ойынның нүктесін қойды. Осылайша сенсациялық жеңіске қол жеткізген жерлесіміз енді финалға шығу үшін Эйкери Норвегия мен Эри Ходзуми жұбымен таласады. Шевченко Чехиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды. Қазақстанның екінші, әлемнің 103-ші ракеткасы. Жерлесіміз екінші айналымда испаниялық Александро Моро Каньяспен шеберлік байқасты. Кездесуде Шевченко айқын басымдық танытып, екі сетте де 6-2 есебімен жеңіске жетті. Енді ол жартылай финалға шығу үшін әлемнің 225-ші ракеткасы украиналық Виталий Сачкомен сынға түседі. Қостанай бірінші, Шымкент екінші. Қазақ күресінен Тобыл Торғай төрінде өткен жастар арасындағы ел біріншілігі өз мәресіне жетті. 3 күнге созылған балуандар бәсекесіне елдің 20 өңірінен 350-ден аса спортшы қатысты. Жарыстың алғашқы күні 90, 100, 100 келіден жоғары салмақтың кіл мықтылары анықталды. Екінші күні 66, 74, 82 келінің спортшылары белдесті. Жарыстың соңғы күні 55, 60 келінің және түйе балуанның есімі белгілі болды. Біріншіліктің нәтижесінде Қостанай облысының спортшылары 4 алтын, 1 күміс қос қоламен көш бастады. 2 алтын, 4 күміс, 6 қоласы бар шымкенттіктер екінші, үздік үштікті 2 алтын, 1 қоламен Жетісу облысының жастары түйіндеді. Бұл жерде бірінші, екінші, үшінші орын алған палуандарымыз, спортшыларымыз Қазақстан Республикасының құрама командасына енетін болады. Және де Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткері нормативін орындайды. Бұл жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Өйткені әрбір келген командалар облыстан мықты спортшылар келді. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушылары да бар, спорт шеберлері де бар. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері барлығы атсалысып қатысып жатыр. Әріптестер, әзірге Әлішерде бар ақпараттар легос сөз сіздің өздеріңізде.